23 жаштағы Байжигит Юсупбаевтың сөөгү 28 майда мекенге кайтып келген. Ый, мұң, өкіріп қоштолған ақырқы сапарға ұзату зыйнатына орыс чиновниктер қатышқан. Я представитель Российской Федерации. Выражаю соболезнования родственникам, родителям. Парень погиб геройски. 30 жаштағы қырғызстандық Эрлан Ермеков 6 январда қаза болғаны белгілі болған. Анын апасы жалғыз баласын соғышқа Вагнер азғырғанын айтқан. Ал эми Янгибай Рахимовтың сөөгү 23 январда алынып келинди. Анын артында чырактай 2 баласы қалды. Мен атаған қырғыз жигиттери орус-украин соғышында жанын бергендер. Қырғызстандықтар Украинада соғыш таласында қаза болып жатқаны менен Тышкы иштер министрлиги, башка мамлекеттик органдар буга катуу